Холид айтады, Аммар екеуміздің арамызда бір сөз болып қалды дейді. Сөйтіп қатты батырып айтып жібердім дейді оған. Холид айтады, Аммар келді де пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға, Аллахтың елшісі, Холид қатты батырып сөйлеп жіберді маған дейді. Мына нәрсеге назар аударыңыздар. Мына мектепте де бір балаға тиісіп қойып, сосын айтып қойсаң сатқынсың деген сөз бар ғой. Ислам мүлде ұқпайды екен ол нәрсені. Исламда жетекшісінің алдына барып айтылу керек екен ол. Әйтпесе, анау адам өзгермейді, түзелмейді ешқашан. Болды. Соны айтып қойсаң, сен жаңағы сатқынсың, ана стукаш деген сөздер, ол жоқ ол исламда. Ол анау жаугершілік замандағы сатқынды айтпаса, бұл сөздер жоқ. Егер бұл нәрселерді осылай ұстай берсе, көрдіңіз бе шайтан қалай кіргізіп қойған? Ана бұзықтық жалғаса беру үшін айтпау керексің да. Аммар келіп пайғамбарымыз саллаллаху айтып жатыр. Аллахтың елшісі Халид батырып қатты тигізіп жіберді маған сөзді дейді да. Ол Аммардың өзіне қарасаңыз, қаншама қиыншылық көріп келе жатқан адам ғой ол. Көз алдында анасын өлтірді мысалы мүшриктер. Әкесі азаптан көтере алмай өліп кетті мысалы, шейіт болды. Аммардың өзі қаншама қиыншылық көрді. Сосын мен де бара қалдым дейді, Халид айтады. Пайғамбарымыздың қасына барған кезде мен де барып шетте отырдым дейді бүйтіп. Аммар оған мен туралы айтып жатқан кезде одан сайын ішімде қаттылық кернеп барады дейді. Қараңыз, мұсылман бірден болмаймыз. Тәрбиеленіп отқан кезең ғой. Сонда пайғамбар салсам үндемей отырды дейді. Сосын Аммар айтты, я Расулаллах, Алланың елшісі, әлә тараху, көрмей тұрсың ба? Тұр ғой ана. Қараңыз, қоғамда қандай нәрсе бар. Бізде бұл понятиялар бізден кетіп қалған, құрметті жамағат. Бұның барлығы жігіттікке жатпайтын сияқты болып кететін нәрсе болып қалғанда, ол бітті, ешкім емделмейді, түзелмейді өзде. Сонда жаңағы пайғамбарымыз үндемей отырды, андай сөзді айтқан ғой, ешкім ойламайды бүйтіп айтады деп. Мен ада ғаммаран адахулла. Қараңыздар. Кім Аммарға қас болса, Алла оған қас болды дейді. Сөзді қараңыздар. Уәмен абғада Аммаран абғадахулла. Кім Аммарды ренжітсе, қараңыздар, жек көрсе, Алла оны жек көреді дейді. Жаңағы сөзден кейін дейді, тұла бойым өзгерген дейді Халид. Жүгірем дейді кімнің Аммардың артынан. Бір аққан арман тұр дейді. Еш нәрсені ойлап отқан жоқпын дейді жердің бетінде. Аммар ризашылығын білдірсе екен шіркін деп. Содан бардым да Аммар деп кездесіп құшақтап ризашылығын білдірді дейді. Жүрегім тыныштықтап дейді. Имам Ахмадта келген хадис. Біз бір-бірімізге бүйтіп қараймыз ба? Біз бір-бірімізге арзан болсақ, одан кейін бізді кім құрметтейді? Қайтып құрметтелеміз біз? Бір-біріне қымбат болу керексің да. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде Алла тағаланың қиямет күні сөйлейтін сөзін келтіреді. Алла тағала былай деп айтады екен да: Анал малику, сот күні. Мен патшамын. Ва наддаяну, мен әркімнің кегін алып беремін дейді екен. Ма мин ахадин, қараңыздар, мин ахлин нари ядхулун нара, қараңыздар, ва айндаху ли ахадин мин ахлил джаннати хаққун фақуссу минху. Сонда айтады, тозаққа кірушілердің ешбіреуі тозаққа кірмейді, егер ол тозаққа кірушінің хақысы бір жәннатқа кірушінің бойында кетсе дейді. Қараңыздар, мен соның кегін алып бермейінше тозаққа кіргізбеймін дейді тозаққа кіретін адамды. Алла тура биде туған жоқ деген қағиданы түсініңіз, құрметті жамағат. Сондай-ақ айтады, кез келген қайсысы бір жәннаттықта бір кәпірдің хақы кетсе дейді. Қараңыздар, тозаққа кіретін адамның хақысы жәннатқа кіретін адамда кетіп қалса дейді хақысы, ол жәннатқа кіретін адамды мен кіргізбеймін жәннатқа хақысын алып бермейінше дейді. Сонда хақыларымыз қалай алынады Аллахтың елшісі деген кезде? Білесіңдер ғой, ол күні адам еш нәрсесіз келеді, жақсылықтар мен жамандықтардан басқа. Сол екеуінен беріледі дейді. Міне есеп. Ойламаңыз, ана жаққа барған кезде біз кейде айтамыз, екі қолым ақыретте, қияметте жағаңда сенің деп. Өз ақыретіміз шешіліп кеткендей сөйлейміз кейде біз. Көрсіз ғой. Сондықтан осы мағыналар, құрметті жамағат.
жаңағы өзара бауырмашылықтан болуы, бір-бірлеріңізге байқап сөйлеңіздер. Мысалы сахабалар бір-бірінің бетінен шыбын қондырмай отырса бүйтіп. Ол не деген әдеп ол? Көрдіңіз ба? Сол нәрселер ойыңызда болу керек. Біреуді ренжітіп қойдыңыз ба, дереу барып сол жерде түзеп кетіңіз. Ол біз қияметке баратырмыз. Ол Алланың соты, ол туысқандар көмектеспейтін сот, ол байланыстар үзілетін сот. Өзіңіз ойлаңыз.